Ассалаумағалейкум құрметті ер қанаты ұлттық мәдени жобасының көрермендері. Бүгінгі біздің қонағымыз салт дәстүрлерді, ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүрген отбасы. Олай болса бізбен бірге болыңыздар, біз сол отбасымен сіздерді таныстыратын боламыз. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Сәлематсыздар ма? Ассалаумағалейкум. 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 Құрметті көрермендер, жаңа айтқанымыздай, бүгін бізде Алтын батырлар отбасы қонақта. Бүгінгі сұхбатымыз ерекше форматта өтейін деп тұр. Біздің ауылымызға қош келдіңіздер. Өздеріңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді алғашқы сұрағымызды отағасынан бастағымыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіздер деп, өзіңіз жалпы отбасыңыз жайлы кішігірім таныстырып, бір ауыз сөз айтып кетсеңіз. Отбасымыз енді бізде мынау үлкен ұлым Бейбарыс. Бейбарыс. Мынау келініміз Әсел. Мынау Дайнияр. Екінші ұлым мынау, үшінші ұлым Мадияр. Мынау төртіншісі Мирас. Өте керемет. Екі немерем бар. Алдияр, Дайнияр, Дарын деген. Ай, бәрекелді. Шақты екінші немерем бар екен. Өзіңіздің есіміңіз аға? Батыр. Жақсы, өте қуаныштымыз. Шынымен де өздеріңізге қарап көзіміз тойып тұр. Нағыз қазағымыздың үлгілі отбасы кімдер десе, толықтай сіздерді айтуға болады. Мінекей ұлттық киіммен қазағымыздың кең жазық жазира даласында бүгінгі сұхбатымыз жүргізейін деп тұрмыз. Олай болса тағы да өздеріңізге қош келдіңіздер деп, жалпы осы ұлттық құндылықтарымыз жайлы бір сұрақ қойым келіп отыр. Шолпан ханым, өзіңізден сұрағым келіп отыр. Отанасы ретінде жалпы осы ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүргеніңізді жақсы білеміз. Өзіңіз жалпы ұлттық құндылықтарымыз, салт дәстүрлеріміз жайлы отбасыңызда қандай дәрежеде жүргізіп жатыр, сол жағынан бір ауыз айтып өтсеңіз. Енді біздің отбасымызда ұлттық құндылық деген өте жоғары деңгейде, шамамыз келгенше жаңағы қазақтың ұлттық салтын, дәстүрін дәріптеп келе жатырмыз отбасымызбен. Менің мында ұлдарым, келінім, келін туралы да қазір әжептәуір сұхбат беріп жүрмін. Келінді қалай өсіру, ұлды қалай өсіру, негізінде біздің қазақтың келешегі осы ұрпағымызда, ұлдарымызда. Қазіргі заманда ұлдарды қазақтың ұлттық құндылығымен, жаңағы қазақтың киімі, қазақтың дәстүрі, келешекте оттың жаңағы үлкен бір шаңырақтың иесі болатын болғандықтан, енді іс жүзінде де көрсетіп жүрмін қазір ұлдарымды көп жерде. Мында тәрбиелік жолында да көрсетіп жүрмін, сондықтан енді жетістікті сөзбен емес, іспен көрсеткіміз келеді келешекте халқымызға. Енді қазіргі таңда техниканың, ақпараттың дамыған уақыты ғой, балаларымыз кішкентай жас өскелең ұрпақ телефонға кіріп кетіп жатқан заманда сіз осы ұлттық құндылықтарды насихаттау жолында қандай бір инструменттерді, құралдарды қолданасыз? Біздің қазақилығымызды ұмытпас үшін қазіргі өскелең ұрпақ не істеу керек деп ойлайсыз? Қазіргі ұрпақтың ең бірінші телефоннан сәл алшақтап, жаңағы кітап оқу дейміз, ұлттық дәстүрлер. Ең бірінші айтқым келетіні, мен ұлдарымды осыдан 2 жыл бұрын жаңағы атқа қызықтырушылықтарын арттырдым. Содан бері менің ұлдарымның енді әсіресе мына 3-ші ұлымнан бастап, үлкен ұлдарымнан бастап атқа өте ер қанаты ат дейді ғой, сондықтан содан басталады. Одан кейін ұлдардың жігіт деген өзінің бір намыстары мықты болса, біздің қазақ әлі ұрпағымыз, ұлтымыз қазақшылық көп, бірақ соны жаңағы европалыққа еліктеп сәл ұмытып бара жатырмыз. Сондықтан ұлттық құндылығымызды осы отбасымыздан бастағымыз келеді. Келешекте ұл өсіріп отырмыз, қыз өсіріп отырмыз, мақтанышымыз болатын киіміміз, дәстүріміз, қаншама әдет ғұрпымыз бар, соның бәрін қайта жаңғыртып, заманауи қылып жеткізгіміз келеді. Рахмет, істеріңіз берекелі болсын. Енді үйдің үлкені Бейбарыс қой. Бейбарыс көніміз. Бейбарыс, өзің жалпы осы бүгінгі бағдарламаға келіп тұрғандағы бір ойыңмен, көңіл күйіңмен бөліссең. Бүгінгі бағдарламаға дәл осылай қазақы киіммен, осындай қазақтың керемет жерінде тұрғаныма бірінші очередь қуаныштым. Сізді, бізді осы отбасымызды шақырғаныңызға үлкен рахмет. Өзім бір басқа әсерде болып тұрмын. Расымен қазақшылықтың азаюынан осындай әсерлерді көп кездестірмейміз. Жақсы әсерде тұрмын. Менің әйелім, 3 балам, бауырларым, анам, осындай отбасы, осындай қазақи отбасы, қазақи тәрбиеде берген әкеме, анама рахмет. Және осындай жетістікке жету болса, сіздің осындай қазақтың алдыңызда сұхбат беріп жатқаныңызға өте қуанышты болып тұрмын. Өте керемет, құрметті көрермендер, көрдіңіздер ғой.
ұрпақтар сабақтастығы деген бар. Мінекей әкесі, баласы және де атасы мен немерелері осындай керемет бүгін бір көрініс болып жатыр. Олай болса жаңа ғана Шолпан ханым өзіңіз айттыңыз ғой, ер қанат ат дейді. Бүгінгі біздің жалпы бағдарламамыздың да ерекшелігі сол, біз аттың үстінде жүріп сұхбаттасамыз. Яғни мақсатымыз осы жас өскелең ұрпақ рухтары оянса, нағи қазақтың жігіті деген атқа сай болсын деген ниетпен. Сондықтан да барлықтарыңызды атқа мінуге шақырам, атқа қонайық. Алда кеттік бұлдар. Ал енді мінекей Шолпан ханым отбасыларыңызбен атқа қонып, жаңа өзіңіз айтпақшы ер қанат ат деп, мен жалпы өзім әйел адамдардың атқа қонғанын көрген кезде қатты қуанам. Біздің негізі қазақтың қыздары батыр ғой, барлығы шетінен. Өзіңіз де жаңа айтып жатырсыз сұхбат барысында 5 жастан бастап атқа мінген деп. Сол жайында бір көрерменге өрбітіп айтып өтсеңіз. Енді менің әкем кезінде қойшы болған, ауылда қой жайған. Сол бізде басында 4 қыз болыппыз, ұл болмаған. Сондықтан мен жас кезімнен, кішкентай кезімнен әкемнің жанында ұл болып өстім. Сол есімді жинағалы аттың үстінде өстім. Жаңағы бірінші кезде апарып кел, атты қой, әкел деп содан басталды. Сол енді осы жастық шағым аттың үстінде атты арба дейсің ба, шана дейсің ба, жарыстарға қатысып, әкем андай машинамен жүріп, мен нелерге, қызғуардарға, көкпарларға қатысып, сондай жас кезімде әкем солай өсірді ұл қылып. Сондықтан мен енді мені Алла тағала ер мінезді болғандықтан ба мында тіл көзден сақтасын. 4 ұлым бар, осыларды да мында әр кезде атқа жақын болыңдар деп жатам. Енді біз қалада тұрғандықтан үнемі айналыса алмайды, бірақ атқа келіп тұрады өздері. Енді мен осыдан бір неше жылдан кейін атқа көп отырмай кетіппін. Сондықтан аттың үстіндегі енді ат дегеніміз біздің қазақтың өте қасиетті жануары ғой. Бұның энергиясының өзі, негізгі бұл балаларға жайлақ міну керек шама келгенше. Қайта айында 2 рет жайлақ мініп отырса, денсаулықтарына да, өздеріне де бұл енді ат ең бірінші не дейді ғой қазіргі спорттың керемет түрі. Сондықтан барлық ұлы бар ата-аналарға айтар едім, ұлдарыңызды осылай қайткен күнді атқа, табиғатқа жақын ұстаңыздар. Ұлттық біздің құндылығымыз. Бұл тек қана қазақтық емес қой, ат деген дүние жүзінде дәлелденген, ат міну деген. Сол менің енді ерекше бір хоббиім, жақсы көретін. Керемет, мен өте қуанып тұрмын. Шынымен де атқа мінген қазір қыздар түгілі жігіттерді де аз кездестіріп жатамыз ғой. Сіз өзіңіз мінекей, мен ойлаймын, бала кезіңізден өзіңіздің әкеңіз осылай атқа жақын қылып тәрбиелегеніңіздің себебінен де ұлдарыңызды да атқа қондырып жатырсыз. Мен ойлаймын, кішкене ары қарай жүрейік, алға қарай жігіттер болып бір топ серуендеп, осы кейде менен сұрап жатады, жалпы қандай демалыстың түрін ұнатасың деп. Мен айтам, осы далаға шығып, қазағымыздың кең жазира даласында атқа мініп серуендеген ештеңе жетпейді деп. Жаңа да сізбен сөйлесіп жатырмыз ғой. Қазіргі енді 21 ғасыр, одан да біз алшақтап кете алмаймыз. Дегенмен де балаларымыз компьютерлік ойындарға барып жатады, бір пайдасыз тамақтармен тамақтанып жатады. Өзіңіз де жаңа айтып жатырсыз, бос уақытында осылай атқа мініп, қазағымыздың қымызын, шұбатын ішсе өте керемет қой. Осы жерде бір қойғым келіп отырған сұрақ, жалпы қазақта бір керемет тәмсіл бар. Атқа мінген қазақтың кеудесін ешкім баса алмайды дейді. Қазіргі біздің жас өскелең ұрпақ, жас өспірім жігіттеріміз кейде қарасаң бір жігіттік емес бір мінездеріне қарап қарның ашады. Өзіңіз қалай ойлайсыз, осы жігіттерге атқа мінгеннің пайдасын айтып жатырсыз, жалпы осы ұлттық рухқа келген кезде қаншалықты пайдасы зор деп айтасыз? Енді өзіңіз аттың үстіне отырған кезде уже сезінетін шығарсыздар. Даже ер азаматы болмасам да, менің өзімнің аттың үстіне отырған кезде әжептәуір бір қазақ иіскеп, адамның бір арқасы қозады дейді ғой, сондай қасиетке ие боласың. Негізінде қазіргі заманның ұлдары рас өте ұсақталып барады. Ұсақталып бара жатқаны бұл үйде отыру, көп ешқайда шықпау. Сондықтан осы неге тәуекел етіп, балаларымды алып шығып, осы жас өспірім, ең арты 13-те, үлкені 25-те деп жатырмын ғой. Достармен көрінген жаққа барғанша, осындай үлкен-үлкен Астананың маңайында топ-тобымен кеп атқа шауып денсаулықтарына қараса,
гүл үстіне гүл болар еді, аз да болса да үлесімізді қосар едік. Қазіргі жастарға үлгі болып жатсақ. Даже жастарға емес, ата-анасымен келіп, қандай отбасылық серуен, бүгінгі табиғат біздің. Мен айтпаймын шетелге бармадық деп, да? Шетелге барып кеп, әне күн айттым ғой, біздің ауамыз, біздің табиғатымыз, анау шетелге берген ақшады, осы біздің өзіміздің табиғатымызға, өзіміздің елге осы балаларды көрсетсек, керемет. Енді біздің Қазақстанда нағыз керемет жерлер бар. Катонқарағайымыздың өзінде тұратын мысалы. Керемет жерлеріміз бар ғой, соларға барып бәр жерде ат бар қазір. Ең керемет. Біздің Астананың маңайында негізі аз болған, қазір көбейіп келе жатыр осы. Жақсы, енді ұлдарыңызды айтып жатырсыз ғой. Жігіттер, мен ойлаймын, жақындап жігіт ұлдарды түсірсіз. Үлкен ұлыңыз Бейбарыс. Иә. Мынау менің үлкен ұлым Бейбарыс, үйленген, 25-те қазір мында. Бейбарыс. 3 ұлы бар. Аллаға тәуба, отбасын құрып, қазір менің арқа сүйер, жаңағы тірегім деп айтамыз ғой. Одан кейін ұлым Данияр, мында биыл дипломын алды, Аллаға тәуба. Үлкен азамат болып отыр, енді үйлендіреміз ба деп сұрок беріп отырмыз, 3 ай. Қыз іздеудеміз. Келін. 3-ші ұлым Мадияр. Енді Мадиярымызды өзі бір үйде бір ерекше бала болады ғой. Өзіме тартқан, ер жүректі, ер мінезді, атты өте жақсы көреді. Осы уақыты шықса атқа кетеді осы бала. Енді кенже Мирас. Мирас деген ол енді біздің сәл еркелетіп кеміз, биыл жұмысқа салып жатырмыз. Жұмыстың басын бастады. Мирас неше оқиды? 8-ші класс, биыл 9-ға барады. Жақсы. Енді барлығын мен аямайым. Үйдің жұмысы болсын, даланың жұмысы болсын, өзі ұлдарды еңбекке жақсы тәрбиеледім деп ойлаймын. Өйткені қолдарынан келмейтіні жоқ. Қазір мына ұлым өзі үй істеп, үйді ремонттап, бәрін кезінде мен өзім строительмін, негізі жақсы көремін стройка жағын. Сіз атқа да мінесіз, Аллаға шүкір, құрылысқа да жақсы екенсіз. Құрылыстың енді қас шеберімін. Өзіңіздей батыр қыздарымыз көп болсын деп тілеймін. Құрылыс жағын салса жақсы көремін. Құрметті көрермендер, жағана көріп жатырсыздар ғой, Даниярды айтып жатыр, қыздардың құлағына алтын сырға. Осындай нағыз жүрегі қазақ деп соққан азаматтар көбейе берсін деген біздің тілегімізді айтқымыз келеді. Ер қанаты бағдарламасы жалғасын табады, бізбен бірге болыңыздар. Қыздарыңыз аттың үстінде серуендеп жастар жүре берсін. Біз сізбен сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы менің білуімше сіз өзіңіз бұрыннан осы кәсіп саласын дамытып келе жатырсыз. Жалпы қай кәсіпті қолға алдыңыздар және де осы отбасымен бірігіп жасаған кәсіптің тиімділігі қаншалықты зор деп айтар едіңіз? Мен негізі басынан бастағым келіп тұр. Мен 13 жасында саудаға шыққам. 13 жасында жаңа айтып отырмыз ғой, жаңағы әкеммен бірге ертесіге тура келді, өйткені заман ақша, анау бір артқа төккел заман десейдік қой, қазіргі жастар сияқты дайын заман емес. Сауданың ең алғаш шыққан кезінде жаңағы әке шешем қымыз сауып беретін ауылда. Мен сол қымызды арбаға салып, районға барып сатып, қайтарда продукт әкеп, продукттың ауылға әкеп жұмыртқа қайыр бастап, солай саудам содан басталған. Енді бұл жерде бір сәл айтып кеткім келеді, жаңағы сауда істеп жүрген адамдар туралы. Біздің заманымызда қазір айтып отыр ғой, еркек болып кеткен әйелдер деп шығып жатыр ғой, жаңағы. Біздің заманымызда сол еркек болуға тура келді. Неге дегенде, ер адамдар саудаға шықса тон алды, милиция деген сондай заман болды ғой. Сол кезде біз жаңағы китайский чебар сумкамызды сүйреп 15-16 жасымызда саудаға шықтық. Сөйтіп өзімнен кейінгі сіңілдерімді, інілерімді жаңағы оқи жүріп, сол саудан содан бастағам негізінде. Енді осы жасыма дейін біраз кәсіптің басын ұстадым. Бірақ жалғыздың шаңы шықпайды дейді. Бір үйде бір адам сауда істегенімен жаңағы ешқашан жетістікке жетіңкіремейді екенсің. Енді қазір Аллаға тәуба, жаңағы отбасылық бизнес деп мен көп айтамын. Отбасымен бір бизнеске айналыссам, оның берері де көп, жемісі де көп, берекесі де көп. И бірінші бала шағаң тәрбиелейсің, екінші сен балаңмен партнер болып отырып, жаңағы жұмыс бабында балаң десейді, өзің де адаммен жұмыс істеп білесің жалғыздықтан. Екінші, кірісі де жаңағы бір қалтаға түседі ғой, бір қазанға түседі. Сондықтан отбасылық бизнестің берері өте көп екеніне қазір көзім жетіп отыр. Мында 10 шақты жыл болып қалды. Қазір бала шағамен жаңағы 3-ші ұлым 6-ші класстан бастап бәйтеректің үстінде бариста болып істеп, кассада тұрып солай балаларымды үйреттім. Сол енді қазір мында сол балаларымды қоса. Негізінде мен осы балаларымды бизнеске алып келгенім осы неше жыл бұрын
қолымды сындырып алған бір жағдайда кәне ояндым да, сонда қолымды сындырып алған күні балаларым даже мен қандай бизнес істейтінімді білмейді екен, қай жерде қанша ақша құямын дегенді. Сол кезде 10 күнде бизнесім тоқырап қалды. Содан шықтым да, ойландым да, жаңағы осы балаларымды алып жүрейін, бірге үйретейін. Екінші күн біз мәңгілік емеспіз ғой, мысалы бір күн бармыз, бір күн жоқпыз деп содан идея кеп мында қазір тәуба жаңағы балаларды да үйреттім, өзімді үйреніп жатырмын. Жақсы, енді саудада береке бар дейді ғой. Саудада береке бар. Әркез айтады ғой, базардың ырысы бар деп. Ақша, дүние, ақшаны ұстап үйрену ол қай уақытта. Бірінші әркім өзіне жұмыс деген 5 есе берекелі деп айтқым келеді. Өйткені уақытыңды өзіңе жұмсайсың. Жаңағы табысы да, если дұрыс десеңіз. Жаңа сонда жігіттер, ұлдарыңыздың барлығыңыз бірігіп кәсіпті айналдырасыздар ғой, дұрыс па? Мысалы мен қазір 2-3 түрлі бизнес ашып отырмын ғой. Соны балаларым айландырып істеп отырады, мен тек қазір басқарам. Барам, жаңағы поварларымды или бір жердегі саудамды үстінен ғана басқарам. Жаңағы келінім бухгалтер болса, ұлым жаңағы айланып барлығы соны басқарып. Ал енді қараңызшы, сіз мысалы үшін кәсіпті бастап бердіңіз, ұлдарыңыз соны ары қарай дөңгелетіп жатыр. Ал кейбір жастар бар, өздері бір кәсіп бастағылары келеді, бірақ қалталарында ақша да жоқ. Ондай жастарға қандай кеңес беретін едіңіз? Жастарға әрине сәл қиындау, өйткені любой бизнесте тірек болмаса, тұрып кету қиын. Бірақ талап пен мықтылық болса, қазір информационный заман ғой, дұрыс уақытын жұмсаса, дұрыс жаңағы ізденсе, көрінген оқу сатып алмаймыз. Қазір YouTube деп жатырмыз, көп каналдар бар. Көп ізденген кісі қазір шанс өте көп. Жастарға да көп. Даже бұрынғыдай біз сияқты таныс, тамыр, көп ақша да керек емес. Просто бұл жерде тұрақтылықпен, жаңағы стратегия дейміз ғой, жаңағы мақсатпен ені дұрыс құру. Негізінде шанс көп. Өйткені қазір мен балаларыма көп бизнес жолын көрсетем. Жастарға да өзімнің жанындағы даже үйде отырған әйелдерге де айтып жатамын. Қазір жалқаулық біздің қазақтікі. Біз тойды жақсы көреміз ғой, демалуды. Негізінде солай деп ойлаймын. Мен ойлаймын, жалпы өзіңіз дұрыс айтасыз. Адам егер алдына бір мақсат қойса, және сол мақсатқа қарай әрекет ететін болса, берекеті болады дейсіз ғой. Иә. Негізі бәр нәрседе тәуекел етіп білген ғана кісі жетістікке жетеді. Үйде жатып ап, бірдеңені ойлап ап, далаға шығудан қорықсаң, или там бірдеңені армандап ап, әрекет етпесең, оның берекесі болмайды. Алла тағала бізге бәрін берген. Әрекеттің артында ғана ол жаңа жетістікке жетеді. Ол менің балаларымның арқасында жетіп отырғаным емес, менің сол қорықпай әрекет еткенімнің арқасында деп ойлаймын. Өйткені көп мен туысым бар, достарым бар, бизнестің прям планын құрып берем ғой. Кетеді істейтін болып. Бір айдан кейін, ой, сондай екен деп андай. Не ғой, бизнесмен болатын адам меніңше, мен всегда айтам, бизнесмен болатын адам идея көрді ма, соған тәуекел етіп, уже жұмыс істейді. Тоқтамау керек. Тоқтамайды. Жеңіп шығады, жолда проблемдар шешіп отырады. Любой бизнесте жолында жаңағы өзінің нелері бар екен. А бизнесмен емес адамға айтады, идеяны көреді, сразу ар жағында проблемді көреді да, артқа шегініп үйге келіп жатады. Все, сосын жетістікке жетпейді. Сосын жаңа мемлекетімізді жамандаймыз. Біреу кінәлі әйтеуір. Біреуді кінәлаумен өтеді ғой, негізінде менің ойымша. Жақсы, өте жақсы. Енді келініңіз бар, Аллаға шүкір, немерелеріңіз дүниеге келіп сүндет үйлейін деп жатыр екен, жақсы жаңалықтар. Енді отбасы құндылығына қатысты. Жалпы келін мен ененің арасында қарым-қатынас қандай деңгейде болу керек деп ойлайсыз? Енді келін мен ене бірге тұрасыздар ғой сіз? Біз 5 жыл бірге тұрдым. Келінім түсер кезде де мен әкесінің қолынан алар кезде де айтқам, 5 жыл қолымда тұрады, 5 жылсыз шығармайым деп. Қодан басында түсінбеген, потом 5 жыл өткеннен кейін түсінді. 5 жыл болғаннан кейін өзінің отбасын алып, жаңағы үйін алып беріп, шаңырағын бөлек шығардым. Келін мен ене дегенде қазір көбі қарап отырсаңыз, мен де жаңа комментарияларды көп оқимын, қазір мен сол темамен жүрмін ғой, жазып жатады. Өте біздің әлеуметте сұранысқа ие болып жатқаны бізде өте проблема өте көп. Орысша тәрбиеленген адамдар ойлайды, енемен тұрмау керек, екі өмір сүру керек, әке шеше қажет жоқ, жастар өз үшін өмір сүру керек деп. Қазақша тәрбиеленген кісілер ойлайды, келін деген таңнан кешке дейін пахать ету керек, жаңағы құл сияқты болу керек деген екі понятиядан біз шыға алмай отырмыз. Негізінде келін мен ене қазір заманауиға келтірсе, ұлыңыз не, келініңіз не, өз балаңыз, дұрыс па? Жаңағы көріп отырсыз немерелер кімнің ұрпағы? Екі жақ жаңағы тең әрекет етіп, ене мен келін бір-бірін біреуі енесін дұрыс қабылдап, сен оны отбасыңа қабылдасаң, гүл үстіне гүл. Мен негізінде көп жерде айтам ғой, біз шаршатсақ, сол ұлымызды шаршатамыз. Келінді
сынау, кешке шейін келін бүйту керек деген жаңағы қазақтың қаншама нелеріміз бар ғой, анау тағып қоятын мойнына. Оның бәрін алып тастап, просто бірге өмір сүр. Бірге ойна, бірге күл, бірге бала өсір. Өз үйіңде, отбасыңда бала шағыңмен қалай өмір сүрдің? Келген қызды солай қабылдап, ортаңда тең ұстасаң, береке бәрі болады. Көбінде сол ғой, ене мен келіннің бір-бірімен ренжісуі басталады, бір-біріне сөз айту, қатты сөз айту деп, мен айтып жатамын, жүрегіне қадалады деп, сондай темалармен. Сондықтан енді ене мен келін деген тема өте ауқымды тақырып. Сізге қарап, сіздің отбасыңызға қарап біраз үлгі алуға болады деп ойлаймын. Шолпан ханым, өзіңіздің бүгінгі әсеріңіз, бағдарлама жайлы ойыңыз және бүгінгі демалыс жалпы қалай өтті, сол жайлы айтып өтсеңіз. Бүгін енді біз арнайы мен ұлдарым үшін арнап отырмын. Бүгінгі отбасылық құндылықтың қандай екен, негізгі бар ата-ананың несі ақыл айта беру емес, істеп жасап көрсету. Соған келіп отырмыз. Сіздей азаматпен араласыңдар, мен сізді өте құрметтеймін. Сондықтан ұлдарым айтып отырам, өнеге алатын, тәрбие алатын адамдармен араласыңдар деп. Бүгін өте әсерлі өтті. Отбасымыз, енді менің де балаларым бір азда болсын ой туды деп ойлаймын. Өйткені әр адам бір қандай бір жерге шыққанда бір кітап ашқандай боласың ғой. Сондықтан өте қуаныштымын. Кішкентай болса да сіз екеуміз осы қазағымызға азда болса да жастарға үлес қоссақ, кішкентай болса да ақылымызды біреу болмаса да біреу тыңдап жатса, гүл үстіне гүл болады. Сондықтан барша қазақ халқы сіздерге айтарым, біз ана бесікті де тербеткенбіз, отбасының да берекесі бізбіз. Сондықтан осы менің жасымдағы жаңа келе жатқан енелеріміз ғой, енді әже боламыз Алла жазса. Өте ақылымызбен заманауи бұрынғы ата-бабаларымыздың бізге қалдырып кеткен салт дәстүрін жақсылап тұрып өзіміз қанымызға сіңіріп, өзімізден кейінгі ұрпаққа құнымен, нәрімен бар қадір қасиетімен жалғастырайық дегім келеді. Сол үшін ұлттық дәстүр, ұлттық құндылықты дәріптеуге әркез әрекет етейік. Рахмет.